Ассаламу алейкум. Бәріміз ертеме кеш пе дүниеден өтеміз. Сол уақытта не болатынын білесіз бе? Мәйіт ішкі құрылысымен донор болуға жарап тұрса, дүниеден өткен адамнан ол органды кесіп алуы әбден мүмкін. Бәрі заң жүзінде. Ал егер сіз осыған қарсы болсаңыз, яғни сіздің өліміңізден кейін сізді сойғанын қаламасаңыз, заң түрінде бас тарта аласыз. Және оған 1-2 минут уақытыңыз кетеді. Ол үшін Лиговтың өз аккаунтына кіресіз, оны қалай істейтінін мен айтпай қойын, өзіңіз интернеттен тауып аласыз. Сосын мына жерде услуги деген жерге басасыз. Сосын міне поискқа басып, регистрация дейміз. Сосын осы жерде іздейміз. Міне осы. Регистрация прижизненного отказа или согласие на посмертного донорства дегенді кіреміз деген жерге. Сосын осы жерде өте маңызды жер. Егер сіз бас тартқыңыз келсе, регистрация на согласие дегенді басып жүрмеңіз. Асында регистрация на отзыв на согласие дегенге басамыз. Сосын продолжить дейміз. Арғай басамыз осылай. Сосын перейти к подписанию дегенге басамыз. Не ойланып тұрады. Не болды? Енді бірнеше күннің ішінде, немесе бір жарты күннің ішінде ме, әркімде әрқалай осылайша заңды түрде бас тарта аласыз. Не көргеніңізде ешқандай қиын жері жоқ. Біз жеп жүрген көптеген тағамға оңтүстік Америкадан әкелінетін қоңызды қосады десем, сенесіз бе? Ал бұл таза шындық. Осы жайлы видеоны көру үшін экрандағы батырмаға басыңыз, немесе сипаттамадағы алғашқы сілтеме бойынша өтіңіз.